Авторы Қарлығаш Сүлеймен қызы, қадірі кеткен қартаны. Анасы баласының бетінен сүйіп, ұлы оны жібермей жылап тұрғанда, палатаға күйеуі де кіріп келді. Түрі өрт сөндіргендей қайғылы әйеліне: "Ертерек жинал, қайтамыз үйге", дейді. Әйелі жинала бастайды. Ал дәрігер күйеуіне шығуға болмайтынын айтады. Алайда күйеуінің анасы дәл сол күні көз жұмған екен. Кетпеске шарасы жоқ екенін түсіндіріп, өтініш айтып, ауруханадан шығып кеткен екен. Дәрігер қатаң ескерту жасап, өздерімен бірге дәрі-дәрмегін салып жіберді. Үйіне қайтқан кейуана енесінің қазасында ауырған орнына келмеген аяғына қарамай келіндік міндетін атқарды. Енесінің 70-40 өткізгенше аяғынан жүре алмай қиналды. Алайда қазақ әйелдерінің 40 жаны бар емес пе? "Шықпа жаным, шықпа" деп дәрігер көрінуге де уақыты болмайды. Ұлы дәрі-дәрмектерін ішіп аттай шауып кеткен. Өз күйеуіне айтуға бата алмай, өз бетінше ем-дом алады. Ауылдағы сынықшыға барып, қисық біткен аяғын салдырмақшы болған. Алайда ол сынықшы қисықты қайта орнына келтіремін деп аяғын құртып алады. Күйеуі қойшылықта жүретін, үнемі кеш келеді. Оның шаршаған кезінде өз жағдайын айтып мазасын алғысы келмейді. Көп ұзамай күйеуі де анасының артынан жүріп кетті. Суық дегеннен өкпесі қабынып кетіпті. Кейуана жалғыз ұлын жесір болса да өзі жеткіземін деп ауырған аяғын қарамай жұмыс іздей бастайды. Таяғына сүйенген кейуананы әуелі ешкімде жұмысқа алғысы келмейді. Біраз уақыт жұмыссыз қалтасындағы соңғы тиын тебенді алып, дүкеннен нан алып келді. Оны өзі жемей, ұлына ғана сақтап отырды. Оның бұл халінен хабардар болған көршісі аяп, өз үйінің бала күтушісі етіп алады. Қуанғаннан жылап жіберген кейуана өз ұлын көршісінің баласымен қатар алып қарап жүреді. Алғашқы 3 жылын осы көршінің үйінде бала күтушісі болып өткізеді. Ұлы да мектеп табалдырығын аттап қалды. Енді мойнына артылған жүк ауырлай түскенін сезген ана тағы да жұмыс қарастырды. Бір жерде еден жуушы болып қабылданды. Әрине, жалақысы аз болатын. Оған тоқталып қалмай, кешкісін қосымша табыс табамын деп нан пісіріп сатады. Түн ұйқысы қанбаған ана ұлын бір иіскеп сүйсе, шаршауын ұмытып та кететін. Ұлын әкесінің жоқтығын білдірмеймін деген ол бетінен қақпай, өз киінбей, тойып тамақтанбай, күстенген қолдары мен ауырған аяғымен күні-түні тыным таппай еңбектеніп, ұлын жетілдіріп өсірді. Ұлы өсе келе анасынан ұялатын болып шықты. Анасының қарапайым еден жуушы екендігін достарынан жасырып келді. Кейде анасына ауыр сөздер айтып, жүрегін жаралайтын да болады. Ана ұлының өзінен ұялатынын естіген соң басқа жұмыс қарастырмақшы болады. Осылай ол 15 жасар ұлының жолдас баласының үйіне аспазшы болып жұмысқа тұрады. Кешкісін ұлына: "Ұлым, мен жаңа жұмыс таптым. Енді сен менен ұялмайтын боласың", дейді. Ұлы болса: "Мені қызықтырмайды, тек менің достарымның алдында ұятқа қалдырма", деп орнынан тұрып кетеді. Ертеңсіне анасы жұмысына барады. Туылған күн болатын. Туылған күн
есі ұлы досы болатын. Оған ұлы да келу керек. Кешке дейін барлық тағамды дайындаған. Ана кешкісін қонақтардың алдына тағамдарды ұсынады. Осы кезде ұлы Ғабит та келіп қалды. Анасы, ұлым, сен бұл үйде не істеп жүрсің деп сұрайды. Ұлы достарының көзінше сұрап тұрғанда ұялғаннан жерге кіріп кете жаздайды. Бұл сенің анаң ба еді? Сенің анаң мектепте директор деген едің ғой, деген үй егесінің ұлы күледі. Ғабит ашуланып шығып кетеді. Анасы артынан барайын десе жұмыс уақыты бітпеген болатын. Жұмыс уақыты біткен соң ғана үйіне келді де, ұлым, сен немені директор болып істеді дегенсің бе? Неге олай айтқансың? Иә, оны неге сұрап тұрсыз? Бірақ неге достарына өтірік айттың? Мен сені осылай тәрбиеледім бе? Енді не деуім керек? Менің сыныбымда бәрі де байдың баласы. Мен сіздің қарапайым жұмысшы екеніңізді қалай айтамын? Мені арланамын, дейді ұлы. Анасы жылап қала берді. Осы кезден бері анасына сол бір жағдайдан суық қарайды. Үйленіп үйлі жайлы болғанда да ол әдетін қояр деп үміттенген еді анасы. Алайда үйленгенде жағдай тіпті шиеленісіп кетеді. Келін-келте киініп, енесіне сәлем де салмай жүреді. Оны көрсе де ұлы үшін үндемей жүре береді. Үйінің бар тірлігін таяғын сүйеніп алып анасы өзі жасаған. Аяғы ауыр келінін көріп қатты қуанады. Аяғы ауыр бола тұра келіні темекі шегіп, сыра ашып жүргенін көргенде енесі болашақ немересін қамы үшін бір ауыз сөз айтпақшы болады. Қызым, бұл ішіндегі ұрпағың үшін зиян ғой. Бұл бәлені тасташы, айналайын деген. Келіні, ой ақыл айтпай-ақ жөніне жүрсенші деп жауап қайырады. Қызым, мені тек сен ішінде, сәбин ішінде алаңдаймын деп жатқанда ұлы да келіп қалды. Жан, мынаған айтшы, мені жайма қалдырсын деп қилады. Ұлы Ғабит онсыз да қарт анасын жақтыра бермейтін. Оның әр айтқан ақылынан мезі болған. Тағы да ма? Менің әйелімде нен шаруаның бар? Жақсылықты түсінбейді екенсің өзің. Олай болса бар кет. Сені құр-мұлжың сөздеріңді естігім де келмейді. Мені онсыз да мектеп кезінен ұятқа қалдырып келесің. Үйленіп, әйелімнің арқасында жағдайымды түзеп алдым ба деген кезде тағы да сенің кесірінен барымнан айырылғым келмейді. Кететін жерін кет, ақыры тыныш отыра алмайды екенсің ғой. Жүр ендеше деп жетектеп алып, көлігіне отырғызып, осы қарттар үйіне әкеліп тастапты. Міне, ұлының сыйқы осы болыпты. Мен бұл сөздерді естіп, жүрегім ауырып кетті. Қалайша түн ұйқысын төрт бөлген ананы өз үйінен қуып шығуға болады? Қалайша ақ сүтінде ақтап үлгермей жатып анаға ауыр сөздер айтуға болады? Бұл сөздерді естіген жұбайым екеуміз бір нәрсені ғана түсіндік. Менің анам ерте қайтыс болған. Ал жұбайым балалар үйіне өскен. Екеуміз де кішкентай кезімізден ананың аялы алақаннан аңсап өскенбіз. Ендеше біз бір-бірімізге қарап екеуміз де көзімізбен түсіністік те кейуананың алдына тізерлеп отыра кеттік. Анашым, сіз бұдан бұлай маған ұлым деп атаңызшы. Мен сіздің ұлыңыз, ал жұбайым келініз болсыншы. Бізбен бірге жүріңізші деп жалына кеттім. Жұбайым да я өтініш деп құрыптай кетті.
кейуана ұзақ жылап, біздің басымыздан сипап, бақытты болыңдар, жандарым, сендердей ұлым мен келінім болғанына қуанамын деп батасын берді. Ал мен өзімнің дәл қазір анам болған кісіні көтеріп алып қуанып кеттім. Анамызды осылай үйге алып келдік. Оның біраз уақыт бойы ыстық тамақпен, жылы киіммен киіндіріп, бойына әл-қуат жинаттық. Сосын оның аяғын үйге дәрігер шақыртып, емдеуге кірістім. Білікті дәрігер ұзақ уақыт бойы аяғын массаж жасап қалпына келтірді. Анамның көзі ашылып, жаны кіріп қалды. Мұны мен сырын жұбайыма айтады. Жұбайым да өз анасындай қарап, риза болып жүр. Тек кейде бізге көрсетпей жылап алады. Онысы өз ұлын уайымдап, оның қамын ойлағаны еді. Алтын босағаны тыңдайтын тыңдармандарым, сіздерге бұл әңгіме ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де алдағы уақытта тағы да сіздерге әңгімелер оқып беремін.